Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сағат деп аталады. Бұл сабақта сен бір сағаттың ұзақтығын білетін боласың. Балалар, сағаттағы жуан қысқа тіл сағаттық тіл деп аталады. Сағаттағы екі санның арасы бір сағатты білдіреді. Бір сағатта 60 минут бар. Сағаттық тіл бір саннан келесі санға жылжығанша, минуттық тіл толық бір айналым жасайды. Яғни балалар, сағаттық тіл ақырын жүреді екен. Ол бір саннан екінші санға жеткенше, минуттық тіл айналып толық бір айналым жасайды екен. Балалар, минуттық тіл 12-ні көрсеткенде, сағаттық тіл сол мезгілдегі сағатты көрсетеді екен. Мына сағатқа қарайықшы. Минуттық тіл нешеде тұр? 12-де тұр. Ал сағаттық тіл 8-де тұр. Яғни уақыт 8:00 минут болды деген сөз. 8 сағат 00 минут деп оқимыз. Енді мына сағатқа қарайық. Сағаттық тіл 12-де тұр. Ал минуттық тіл 1-де тұр. Яғни 12 сағат 5 минут деген сөз. Енді мына сағатқа қарайық. Сағаттық тіл 10-да тұр да, минуттық тіл 12-де тұр. Бұл тура 10 сағат 00 минут болды деген сөз. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулығымыздың 18-19 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Жұмыс дәптеріміздің 15-16 беттеріндегі тапсырмаларды мұқият орында. Іске сәт балалар.